Кезекті марапаттау рәсімі 54 келі салмақ және бұл салмақта чемпион қазақстандық Алмухамбетова Гүлдана. We invite for awarding ceremony women in weight category 54 Қола медаль иегері монғолиялық Ехи Батар Баярма. Күміс медаль иегері кешіңіздер. Ал қола медаль иегерлері Жарская Марина мен ресейлік Бекушина Алия. Жарская Марина еще дүркін әлем чемпионы. Осы жолы міне Жарская Марина әлемнің 4 дүркін қателеспесем чемпионы. Өте тәжірибелі енді. Самбыда енді өзінің атын самбы тарихында ойып тұрып орын алатын спортшы ғой. Тоғыз рет қола медаль иегері атанған. Бір рет әлем чемпионы. Бір-ақ рет қана. Иә, бірақ неше медаль алған? Жалпы саны 12 медаль алған екен, бұл 13-ші медаль. 10-шы рет Жарская Марина әлем чемпионатының қола медаль иегері атанады. Сонау 2003 жылдан бері бірде-бір әлем чемпионатын өткізбеген ғой деймін өзі. 2020 жылы медальға ілеге алмаған. Жалпы Софияда 2006 жылы топ жарған, Бухарест пен Прагада 2007-2008 жылда финалға шықты. Енді бұл салмақта біздің отандасымыз Гүлдана Әлмұхамедова чемпион болды. Өте қуаныштымыз. Бұл енді бұл Қазақстан құрама командасының бапкерлерінің үлкен зор еңбегі. Өйткені енді бұл пандемия кезінде қаншама жарыстар тоқтап қалды, оқу жаттығу жиындары үзіліп қалды деген сияқты. Бірақ соған қарамастан міне қазір осы әйелдердің құрама командасының аға бапкері Құралбай Орынбасар. Ол жігіт өзі кезінде мықты күрескен, халықаралық дәрежедегі спорт шебері болған, Азияның 3 дүркін жеңімпазы болған сондай мықты спортшы. Осы салмақта 2014 жылы әлем чемпионы болған Тұрмаханова Гаухардың жеке бапкері. Міне сол жігіттердің арқасында, сол жігіттердің еңбегінің арқасында Қазақстан құрама командасының бас бапкері Иманханов Біржан, сол аға бапкер Меңдіғалиев Райымбек, осындай бапкерлердің арқасында міне осы бүгінгі жетістікке жетіп жатырмыз. Гүлдананың құрметіне қазір дәстүрлі фото жүлдегерлер мен жеңімпаз. Кезек ерлер арасында 64 келі салмаққа да келіп жетті. Бұл салмақта да қазақстандық спортшы топ жарған болады. Жаңаниет Рахат финалдық белдесуде айқын басымдық 8-0 есебімен жеңіске жеткен. Салмақтағы күміс медаль иегері тәжікстандық спортшы, ал қола медаль иегерлеріне келетін болсақ, Беларусь және Ресей спортшылары Флаких Павел мен Куликовских Александр. Рахаттың жеңісі енді бұл
негізі күткен жеңіс болатын. Өйткені осыған дейін әлем чемпионатында жүлдегер болған, қола жүлдегер. Қазақстан Республикасының бірнеше дүркін жеңімпазы осы салмақта өзінің енді нағыз лидер екенін дәлелдеді. Финалда қарсыласы жаңа тәжік спортшысы 2019 жылдың 2020 жылдың ғой деймін, әлем чемпионы. Соны енді былай айтқанда айқын басымдылықпен жеңді. Өте өзіне деген сенім мықты болды. Андай қарқынға дайын болмаған сияқты, біраз аң-таң болып қалды алғашқы сәтте. Бірден 4 ұпайға түсіп қалған кезде. 4 ұпай, онан кейін 2 ұпай, 6-0 болғаннан кейін ол да есін жия алмады кішкене. Рахаттың несі жеңіске деген құштарлығы жақсы болды. Бапкерлері де енді жақсы дайындаған. Адамбаев Дәурен жаңа. Адамбаев Дәуреннің оқушыларын білеміз. Жансай Смағұлов дзюдо күресінен 2 рет Олимпиада ойындарына қатысты. Қанжанов Бейімбет әлем чемпионы, Дартаев Айдын. Енді сол еңбегінің, бапкерінің еңбегін ақтап, жалпы ел үмітін ақтап, міне әлем чемпионы болды, құтты болсын. Нағыз еркек. Тек қана мақтаудан басқа ештеңе айта алмаймыз енді. Мықты жігіт енді бірнеше дүркін әлем чемпионы болуына тілектеспіз. 62 килограмм салмақ негізі қазақтар бұрыннан жақсы өнер көрсетеді. Бұл салмақта қуанып Азамат әлем чемпионы, қуанып Есет әлем чемпионы болды. Осылайша бүгінгі қазақстандық чемпиондар мен жүлдегерлер марапатталып болды. Бүгінгі күннің қорытындысы бойынша 2 алтын, 1 күміс, 1 қола медаль бар алда.